Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз, және достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Сіздермен Айғаным Зулпиева. Бүгінгі өтетін сабағымыз 32-ші параграф, 8-ші сыныптың химиясы. Осы тақырыптың соңындағы есептерді бірге орындайтын боламыз. 32-ші параграф химиялық элементтерді периодтық жүйедегі орны мен атом құрылысы тұрғысынан сипаттау. Бізде 32-ші параграф 16-ші бет бет 8-ші сынып химия. Бірінші тапсырмадан бастайық біз. Қазір бірінші тапсырмада бізде бірнеше элементтердің реттік номері берілген. Ол жерде элементтерге сипаттама беріңдер деген. Бізде ең бірінші жауап бізде көміртек жауабы бар. Ол бізде 116-ші беттегі кестеге қарасақ болады. Міне көміртек берілген. Осы көміртектің элементін сипаттау. Яғни ең алдымен көміртектің атомдық номерін, атомдық массасын білу қажетпіз. Яғни көміртек С, атомдық номері 6, атомдық салмағы 12, екінші кіші периодта орналасқан, екінші қатар, төртінші топ, негізгі топшада орналасқан. Екінші кестеге қарайтын болсақ, көміртек, яғни бор диаграммасы құрған, онда 6 протон, 6 нейтрон, 6 электрон бар. Бұл жерде ең оңай жаттау жолы нейтронды ғана азайтамыз, қалғандары реттік номермен сәйкес келеді. Яғни 12-ден 6-ны азайтқанда 6 нейтрон шығады. Енді келесі 1s2, 2s2, 2p2. Бұл бізде атомның электрондық формуласы болып саналады. Яғни дәрежелерін қосқан кезде 6-ға тең болу керек. Протон сандары, электрон сандары 6 болу керек. Енді келесі b бізде атомның электронды графиктік формуласын құрастырыңдар деген. Бізде 3 жаңағы ұяшық болады. Бірінші ұяшықта 2 электрон, екінші ұяшықта 2 электрон, үшінші ұяшықта бізде 2 электроннан бар. Бұл жерде екі жақша нені білдіреді? Екі жақша энергетикалық деңгейді білдіреді. Бізде электрон саны 6 болғандықтан, бізде 2 мен 4 электронды қосқан кезде 6 электрон шығу қажет. Демек, дұрыс деген сөз. Енді соңында 4e деп тұр. Энергетикалық деңгейдің сыртқы қабатында 4 электрон бар деген сөз. Көміртек 4-ші топта орналасқан, яғни сыртқы қабатында 4 электрон бар. Яғни көміртек 2-ші периодта орналасқан. Сондықтан екі жақша, яғни сендердің тілдерімен айтқанда екі жақша ол энергетикалық деңгейдің санын білдіреді. Енді элементтің түрі бізде көміртек P элементке кіреді, бейметалл және қышқылдық оксид, қышқыл және тұз түзеді. Демек, мына формулалардың құрамында көміртек бар деген сөз. Келесі ұшқы сутекті қосылыстары CH4 метан болады. Ары қарай көміртектің бейметалдық қасиеті азотқа қарағанда төмен, бірақ бор мен кремнийге қарағанда күштірек деп толық жауап беретін боламыз. Енді бізде келесі екінші элемент бізде реттік номері 11-ге тең натрий деп аламыз. Натрий бізде атомдық номері 11, атомдық массасы 23, үшінші кіші периодта орналасқан, үшінші қатар, бірінші топ, негізгі топша. Оның бор диаграммасына салатын болсақ 11 протон, 12 нейтрон, 11 электрон. Яғни 11 атомдық номермен сәйкес келеді. 12 бізде 23 атомдық массасынан 11-ді азайтқанда 12 нейтрон шығып жатыр. Енді келесі 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 дәрежелерін қосқан кезде 11 шығады. Яғни бұл атомның электрондық формуласы болып саналады. Екінші бізде атомның электронды графиктік формуласы. Яғни мына әрбір стрелка электрондарды білдіреді. Сол электрондарды санаған кезде бізде 11 электрон шықты. Демек, натрийіміздің электрон саны 11-ге тең. Келесі 2, 8, 1 деген жақшаларда орналасқан. Бұл бізде 2, 8, 1, яғни қосқан кезде 11 электрон бар. Демек, натрий бізде 3-ші периодта орналасқандықтан 3 жақша болады. Бірінші топта орналасқандықтан сыртқы энергетикалық деңгейінде 1 электрон бар деген сөз. Енді келесі натрий бізде S элементке кіреді. Металл, натрий негіздік оксид түзеді және негіз түзеді.
Не себепті? Негіз, өйткені құрамында OH бар. Одан кейін натрий хлор тұз түзеді. Бұл бізде тұрмыста қолданылатын ас тұзының формуласы. Келесі натрий H, натрий гидриді деп аталады. Осымен біздің бірінші тапсырма аяқталды. Енді екінші тапсырмаға тоқтала кететін болсақ, екінші тапсырма бізде 116 беттегі тапсырма. Екінші тапсырмада бізде атомдық номерлері берілген 5, 36, 53, 84. Яғни осы атомдық номері берілген осылардың сыртқы электрондық қабатындағы электрон санын анықтаңдар деп жатыр. Мына жерде бізде реттік номері 5-ке тең бор болады. Яғни бор екінші периодта орналасқандықтан екі жақша, екі энергетикалық деңгей бар деген сөз. Б-да бізде иод реттік саны 53-ке тең. Мына электрондарды қосқанда 53 шығып тұр. Иод 7-ші топта орналасқандықтан сыртқы энергетикалық деңгейінде 7 электрон бар. Келесі бізде 36 бізде криптон. Бұл жерде 8-ші топта орналасқандықтан сыртқы энергетикалық деңгейінде 8 электрон бар. 4-ші периодта орналасқандықтан 4 энергетикалық деңгей саны бар. Келесі В тапсырмасында мына жерде мен 81 деп қойыппын, бірақ бұл 84 полоний, яғни бұл жерде 6-6-6-шы периодта орналасқандықтан 6 жақшасы бар, яғни 6 энергетикалық деңгейі бар. Ал мына жерде ең соңында 6 деген сан, ол бізде сыртқы энергетикалық деңгейінде 6 электрон бар деген сөз. Енді балдар, келесі бізде үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмада бізде берілген элементтерді мынадай белгілері бойынша жазыңыз деп жатыр. Яғни 2 А, Ә, Б деген тапсырмалар берілген. Бірінші сұрақта сыртқы электрондық қабатында 6 электрон, сыртқы қабатының астындағы электрондық қабатта 8 электрон деген. Яғни бұл жерде күкірт болады. С күкірт, бейметалл, 6-шы топ, 3-ші қатар. Жаңа энергетикалық деңгей саны 3, сыртқы энергетикалық деңгейінде 6, сыртқыдан алдыңғы орналасқан қабатында 8 электрон бар. Енді келесі көміртек, бұл бейметаллға кіреді, 4-ші топта орналасқан, 2-ші қатарда, 2-ші периодта орналасқандықтан 2 жақшасы бар, 4-ші топта орналасқандықтан сыртқы деңгей саны 4. Б натрий, На, яғни натрий элементі, бұл металл, 1-ші топ, 3-ші қатар, реттік саны 11, атомдық номері 11-ге тең. Бұл 3-ші периодта орналасқандықтан энергетикалық, яғни жақшалары 3, 1-ші топта орналасқандықтан сыртқы энергетикалық деңгейі 1-ге тең болады. Енді бізде келесі тапсырма бізде 4-ші тапсырма берілген. 4-ші тапсырмада бізде А, В, С, Д және Е атомдарының электрондық құрылымы берілген. Сол электрондық құрылымын сәйкестендір деген. Бірінші сұрақ бізде қай құрылым периодтық кестенің Б тобының элементтерін көрсетеді дейді. Бірінші А суреті болады. Екінші сыртқы электрондық қабаты толған дейді. В варианты болады. Үшінші оттек атомы бізде С варианты. 4 20 протоны бар Е варианты. 5 периодтық кестені 4 периодында орналасқан. Бұл бізде 5 Е варианты. 6 валенттілік электрон саны 4-ке тең А. Осымен біздің тапсырмаларымыз аяқталды. Егер қандай да бір түсінбеген сұрақтарыңыз болатын болса, комментарийға жазып, қалдырып кетсеңіз, толық жауап беретін боламын. Ал баршаларыңызға сәттілік. Менің каналыма тіркеліп жазылуды ұмытпа, және достарыңмен бөлісе отыр.